итің мектебінде Америкада, Дубайда студенттерім оқуға түскен. Жаһандық дәрежеде түскен студенттердің деңгейі өте мықты. Және Ресей Федерация суретшілер одағының мүшесімін. Еуразиялық дизайнерлер одағының академигі, Қазақстан педагогикалық академиясының профессорымын. Қазақстандық бабаларымын атты этнографиялық дизайнерлер одағының мүшесімін. Және ұстаздар арасында өңірлік сабаққа қатысып, шебер сабақтар беріп отырамын. Сонымен қатар мына бізде мұғалімдер үйі бар, сол жерде курсты басқарып, шебер сабақтарды жас мамандарға үйретіп отырамын. Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері, педагог шебер. Өте қатты ұнайды. Енді сонымен қатар әртүрлі кескіндеме техникасын меңгеру, шығармашылық қабілеттерін дамыту, берілген авторлық бағдарламаның өзектілігінде бағдарлама қазіргі заманғы өнердің талаптарына сай құрастырылған, шығармашылық қабілеттерін арттыру және оқушылардың өнердің заманауи бағыттарымен таныстыру, кескіндеме техникасын меңгеруге көмектесу. Техникада біз бірнеше бояудың түрлерімен танысамыз. Акварель техникасы, темпера техникасы дейді, майлы бояу, холста болмаса картонда жұмыс істеу. Сонымен қатар гуашьпенен, темперамен жұмыс істеу. Оларды айыра білу. Біз қарлығаштың құйрығы неге айыр деген тақырыпта иллюстрация жасаған кезде әртүрлі өнер түрлерін біріктіріп, жаңа шығармашылық жобалар жасау деген кезде осы жобаларды біз макетті алып кеттік, сәулет өнерінен және иллюстрацияны алып кеттік. Жоба өте жақсы қорғалды. 6-шы сыныптың балаларыменен деген бар. Енді күтілетін нәтижелер қандай екен? Мына жерде заманауи өнердің түрінде поп-арт, портрет жанрында аралас техникамен жасап кетті. Өте батыл жасалынған керемет жұмыс. Енді бейнелеу өнерінің жанрлары мен түрлерін үйренген кезде олардың эстетикалық талғамын қалыптастыру және бейнелеу өнеріне деген қызығушылықты арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамытуға көп көңіл бөлеміз. Кескіндеме тарихын зерттей отырып, кескіндеме жанрларын ажырата білу, заманауи кескіндеме түрлерін меңгеру. Бұл жерде 7-ші сыныпта біз заманауи кескіндеменің 3 түрін өтеміз. Инсталляция дейді, сосын поп-арт және абстракция. Абстракцияда мысалы кандинский жұмыстармен танысып кеттік. Поп-арттың өзінде мысалға онымен рекламаны қалай жасауға болады екен, афишаны қалай істеуге болады екен, ритммен қалай жұмыс істеу, түстік үйлесімдерді қалай қосу және түстік ерекшеліктерді қалай айыра білу, соны ажырату. Сыныпта геометриялық денелер болатын болса, 2-ші сыныпта уже бастармен, дене мүшелермен, мысалға көзді бөлек, құлақты бөлек, мұрынды бөлек деген сияқты постановкаға қарап отырып салып, сосын 3-ші сыныпта уже портрет жанрының бетті салу натуршілікпен отырды. 4-ші сыныпта уже бойлықпенен полностью адамның тұлғасын салу деген нәрсені біз өтіп кеттік. Қолданбалы өнер бұл тек күнделікті тұрмыста қолданатын заттар ғана емес, заттар жасау ғана емес, сонымен қатар адамның рухани және эстетикалық дүниесін көрсету, ұлттық дәстүрлер мен мәдениет құндылықтарын сақтау. Олар бұл халықтың дүниетанымын, тұрмысын, эстетикалық құндылықтарын айқындайды. Енді сәндік қолданбалы өнердің мәдениеттану маңызында мәдениеттің айнасы әрбір ұлттың қол өнері, өнер туындары сол халықтың ішкі дүниесі мен рухани құндылықтары мен мәдени ұстанымдарын білдіреді. Енді әрбір қолөнер бұйымы мәдениет сақтаушысы, рухани тарихи және дәстүрлі сақтаушы құрал болып табылады. Ұлттық жаңғыру кезінде бұл өнер арқылы ұлттың мәдениетін қайта жаңғырып, әлемге танытып отырмыз. Қандай әлемге таныттық? Біз қай жерлерде жұмысымызды көрсете білдік. Италияда 5 қалада болдық біз, Гранд Каналда, Бурана, Мурана деген қалаларда қазақтың қолөнерін паш етіп, сол жерде біздің оқушыларымыздың жұмысын сатып алып қызығушылар болды. Англияда итің мектебіне түсті менің, Америкада менің студенттерім оқып жатыр, Дубайда оқып жатыр, Қытайда оқып жатыр, Израильде оқып жатыр. Сондай біз берген дәрістер олардың мамандық алуға мүмкіншілік беріп, өнер саласында өздерінің деңгейін көрсетіп, жоғарғы оқу орындарында нәтиже беріп жатыр. Топтық жұмыстарға бөлдім, 5 топқа, және практика жүзінде осыны ер балдар, қыз балдар орындап кетті. Жібек жолы қол өнері, мына жерде жүнмен жасалынған нәрседен, жүннің құрғақ акварель, сухой акварель дегені бар, қоңыр күз деген, және сулау тәсілімен жасайтын жүндер бар. Осы екеуінде біз меңгеріп кеттік. Енді мына жерде сәндік қолданбалы өнердің түрлерінде, мына жерде квильтті көріп отырсыз, ару қыз, сырдың сұлу қыздары,
тоқыма өнеріне келетін болсақ, бірінші кілемдер жайында, екінші текеметтер, үшінші сырмақтар жайында жасалынған бұйымдар болады. Қазақтың кілемдері тек тұрмыстық қажеттілікті өтеп қана қоймай, сонымен қатар қазақ халқының өнерін, ою-өрнектерін, ұлттық нақышын көрсететін өнер туындылар болып табылады. Және текеметтер қазақ халқының рухани дүниесінің айнасы ретінде қызмет атқарып, символдық мағынасы өте зор. Бала кезімізде текеметті өзіміз жасағанбыз, шешелерімізден көріп, онда оюды қалай ою, тепкілеу, білектеу деген абысындармен бірге отырып, өлең айта отырып, далада тамақ бешбармағын асып, сондай асар қылып, солай бала кезімізде көрген осындай ұлттық құндылықтарды біз мәңгілік есімізде, және ары қарай инновациялық мүмкіндіктермен біз оны жалғастырып отырмыз ұрпақтан ұрпаққа. Енді сырмақтар, мысалға алатын болса, қазақ халқында ауыз әдебиеті дамыған ғой, ұрпақтан ұрпаққа. Сол сияқты санды қолданбалы өнер де ұрпақтан ұрпаққа дамып келе жатыр. Сырмақтар қазақ халқының ұлттық өнерінің ерекше түрі болады. Олардың ою-өрнектері мен түстері белгілі бір мағынаға ие. Қазақ халқының қолөнерінде тоқыма бұйымдары ерекше орын алады. Бұл бұйымдар қазақ халқының рухани дүниесінің айнасы ретінде қызмет атқарып, әртүрлі символдық мағынаға ие болды. Енді металл өнері бізде өте, мына жерде шығармашылық жұмыстарды көріп отырсыз. Мына балдардың істеген жұмыстарын, мына әртүрлі материалдармен қолданып кеткен. Мына жерде ер тоқымды көріп отырсыз. Күміс әшекейлер дейді. Күміс әшекейлерді қазақ халқы ежелден ақ жоғары бағалаған. Олар қазақ халқының тұрмысына маңызды орын алған. Олар сүйіктіктарды сақтап отырған. Грузин халқында мысалға құмыраларға виноларды сақтайды. Бізде мысалға ағаштан жасалған бұйымдарды алатын болсақ, біздің бұл жерде үкі-ожау деген, сосын кейін музыкалық аспаптарға қолданып кетеміз. Мына ағаш ыдыс-аяқтар жасау, киіз үй жабдықтарын, жиһаздарды жасау. Мына уық, кереге, шаңырақ болсын, бәрі ағаштан жасалынған. Енді киіз үйдің ішкі жабдықтарында қазақ халқының тұрмыс тіршілігін көреміз, өнерін, дәстүрін танимыз. Әрбір бұйым өзінің табиғи сұлуымен ерекшеленеді. Ағаштан жасалған ыдыс-аяқтар қазақ халқының тұрмысында кеңінен қолданылған. Олар тек қолданбалы қызметтен атқарып қана қоймай, сонымен қатар эстетикалық құндылыққа ие. Музыкалық аспаптарды алып келетін болсақ, бұл жерде біз жетігенді, мысалға, сосын қобызды, домбыраны осы ағаштардан таңдап отырып жасайды. Ағаштың түрлері болады. Оның барлығы ағаштан жасау мүмкін емес. Ағаштан жасалған музыкалық аспаптар, әсіресе біздің домбыра қазақ халқының мәдени мұрасының маңызды белгілі болып табылады. Қазақ қолөнерінде ағаштан жасалған бұйымдар үлкен маңызға ие. Ағаштан жасалған әрбір бұйым өзінің табиғи сұлулығымен ерекшеленіп, оған ою-өрнектердің салуы және эстетикалық құндылығын арттырады. Енді 5-ші теріден жасалған бұйымдарда бізде мына Ақтөбеде Ақбота деген қыз осы теріден петроглифтарды күйдіріп отырып жасаған. Ондай шығармашылық жұмыстарды мына теріде иленген термен жұмыс істеген кезде иленген мал терісінен жасалған бұйымдар қазақ қолөнерінің көне түрлерінің бірі. Оның ішінде ол сәндік мақсатқа жасалынған қайыстан өрілген белдіктер, қамшылар, дорбалар, ер тоқым жабдықтары ерекше көркемдікпен өңделген. Теріні бояу, өрнектеу, тігу тәсілдері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі өнеріміздің бірі. Витраждар, интерьерлік сәнді заттар жасалынады екен. Сонымен қатар мини мынау сувенирлер, сүйе және мүйіз өңдеу өнерінде қазақ халқымен мал шаруашылығымен айналысқандықтан сүйек пен мүйізден тұрмысқа кеңінен қолданған біздің Болат ағайымыз мысалға сүйектен картиналар жасайды. Сүйек пен мүйізден жасалған тарақтар, қасықтар, пышақтар, оның саптары, әшекей бұйымдары бәрі де үлкен шеберлікті қажет етеді. Сүйектен жасалған бұйымдар халықтың тұрмыс салты мен дүниетанымын көрсетеді. Және кесте, мен ойлаймын, әрбір қазақ халқы кестемен айналысады және тігістеген. Бұл жерде кесте сәнді қолданбалы өнердің нәзік әрі кең тараған түрлері. Енді ол кестені қай жерде қолданады екен қазақ халқы? Ұлттық киімдерде, төсек орындарда, түс киіздерде, сандық қаптарда кесте арқылы безендіріледі. Және ою-өрнек пен кесте түрлерінің үйлесімі арқылы тұрмыстық бұйымдар көркем туынды деңгейіне көтеріледі. Бұл өнер түрі көбіне әйел шеберлерінің қолынан шыққан. Енді мына жерде сіздер көріп отырсыз, қараңғының түбіне тау қалқып, бұл Абай атамыздың мысалға қара сөздеріне жасалған шығармашылық жұмыстар, қоңыр күзді көріп отырсыздар, қандай әдемі үйлесімді жұмыстар. Енді мына жерде жауқазын топтамасында құрақтар. Бұл жерде дәстүрлі өнерменен мысалға мына тұрна, сонда біздің мәдениеттанушы Анна Шоқина деген кісіміз
бүйтеді, Раушан Набиевна дейді, мына жұмыстың біреуінде бергім келмейді, бәрін өзім алып кеткім керек дейді. Көзге тартымды, деңгейі мықты, осындай жұмыстарды біз шығармашылық жұмыстарды жасадық. Мына жерде уақыт болып қалды дейді, қанша уақыт айтса? Барлығы мынау сіз айтып өттіңіз қазір былай айтқанда. Келген сұрақтар сол сәндік қолданбалы өнердегі осы техникалардың барлығы осы қазір мұғалімнің тестінде келіп жатқан кездесіп жатқан сұрақтар. Өте құнды мәліметтер. Қатысқан адамдар құнды мәлімет алды деп ойлаймын. Өзіме де құнды болды. Сізге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Еңбегіңіз арқашын жаңа өсін шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Біз өңірде саламатсыздар ма әріптестер? Қалайсыздар? О, Мираш ханым. Қалайсыз? Жақсы, көргеніне қуаныштымын. Тамаша. Сабағыңызға қатысып өте керемет. Табысты, күшті сабағыңыз өте керемет екен. Рахмет. Иә, құнды ақпараттар алып жатырмыз, шығармашылығыңызға қанығып жатырмыз. Шығармашылық биіктерден көріне беріңіз. Тамаша. Сұрағымыз жоқ, бірақ мәліметтеріңіз өте қызық екен. Ұнады, рахмет. Рахмет. Қандай жақсы сабақ өттіңіз, керемет екен. Енді біз қуанамыз, әрбір өңірде біздің өзіміздің әріптестеріміз отыр. Мираш ханым, сізді білеміз, жұмысыңыз қандай деңгейде өтетінін білеміз, қалай қалалық семинарды, мысалы, республика деңгейінде, халықаралық дәрежеде қанша өзіңіз ұйымдастырып жатсыз. Раушан Набиевна, біз қазір сіздің өнер бейнелері деп аталатын авторлық бағдарламаңыздың бүкіл құрылымымен таныстық. Рахмет сізге. Бұл жерде авторлық бағдарламаның бағыты, жаңалығы, өзектілігі, педагогикалық мақсатқа лайықтылығы, мақсаттары мен міндеттері, ерекшелігі және де күтілетін нәтижелер мен оларды тексеру әдістері жайында кең көлемде тоқталып өттіңіз. Сізге рахмет. Бағдарламаңыз өте құнды жазылған және ғылыми деректермен толықтырылған керемет бағдарлама екен. Өте жақсы, мен сізге сәттілік тілеймін. Және де сонымен қатар өз оқушыларыңыздың жұмыстарын қойып, оқушыларыңыздың жетістіктерімен бөлісіп жатсыз. Мен сізге сәттілік тілеймін, әріптес. Өте жақсы бағдарлама. Мен таңғалатыным, ол жерде ең жақсы көретін әріптестерім отыр да. Гауһартас ханым, Индира,